Республикалық маңызы бар тас жолдарда жол қауіпсіздігін алдын алу бағытында патрульдік полиция ротасының ескертулеріне қарамастан 1 сағаттан соң жол көлік оқиғасынан 2 адам қаза тапты. 15 қаңтар күні сағат 14:00-де полицейлер жүргізушілерге жолдың тайғақ болуына байланысты сақтық шараларына мұқият болу керектігін ескерткен. Доссор Құлсары Бейнеу тас жолының 53-ші шақырымында қоғамдық автокөлікпен маркасы Chevrolet Cobalt автокөліктері соқтығысып, жол көлік оқиғасы орын алды. Салдарынан Chevrolet Cobalt автокөлігінің 48 жастағы жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орында қаза тапты. Полиция оқиғаның мән-жайына анықтап, тергеу амалдарын жүргізуде. Айта өтейік, Атырау облысы полиция департамент жанындағы патрульдік полиция ротасының қызметкерлері ауа райының тайғақ және қолайсыз болуына байланысты жүргізушілерге ескерту жұмыстарын ұдайы өткізуде. Құрметті жол қозғалысының қатысушылары, жолдың тайғақ болуы және ауа райының нашарлауы көлік жүргізу қауіпсіздігін айтарлықтай төмендетеді. Сондықтан барлық жүргізушілерден жол ережелерін қатаң сақтауды сұраймыз.